Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, жаңа жылдық мерекелік дастарханға қоюға арналған екі түрлі салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Біздің бірінші салатымызға бар жоғы осы 3 қана зат қажет болады. Ең алдымен қызылшаны пісіріп аламыз, және де оны осылайша екіге бөліп, сопақтау етіп турап шығамыз. Қатты қалың, қатты жұқа етіп бермейміз. Кез келген әдемі тарелканы алып, қызылшаларды осылайша орналастырып шығамыз. Рукколаны алып, алдын ала тазалап жуып аламыз, және де үстіне кішкене оливковое масло қосып, басып жіберместен осылай қолдың көмегімен араластырып, тарелкамыздың ортасына орналастырамыз. Бізге творожный сыр немесе фетакса сыры қажет болады. Творожный сыр пайдаландым мен, осылайша алып, тарелканың жан-жағына қойып шығамыз. Ең соңында бальзамический соуспен сеуіп, бетіне грек жаңғағын майдалап турап сеуіп береміз. Мен бұл жерде бір ғана порцияға арнап жасадым. Сіздер дәл осы құрамда көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Бұл салат өте жеңіл, диета кезінде немесе дұрыс тамақтану кезінде жесеңіздер де өте пайдалы, міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің екінші салатымыз гранатовый браслет деп аталады. Түрі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Бізге қажетті заттардың барлығын алдын ала дайындап аламыз. Құрамын толықтай описанияға жазып кетемін. Ең алдымен картошканы, сәбізді, жұмыртқаны үккіштен өткізіп аламыз. Тарелканы алып, ортасына осылай стаканды қойып, ең бірінші картошканы орналастырып шығамыз. Картошканың үстінен сіздер майонез сепсеңіздер болады. Мен бірден тауықтың аяғын қойып жібердім, себебі қатты майонезді ұнатпағандықтан 3-4 слойдан кейін ғана барып бірақ жақтым. Тауықтың аяғынан кейін кішкене қызартылып қуырылған пиязды, оның үстінен үккіштен өткізілген сәбізді сеуіп, майонез, кішкене тұз сеуіп жібереміз. Келесі кезекте жұмыртқаны салып, тағы да майонезбен сәндеп, кішкене тағы да тұз сеуіп жібереміз. Қызылшамызды да алдын ала пісіріп, дайындап, үккіштен өткізіп аламыз, және де кішкене грек жаңғағын араластырып жіберсеңіздер өте әдемі дәм береді. Оны да тарелкаға орналастырып, үстіне майонез сеуіп, оның үстінен анарды қойып шығамыз. Ортасындағы стаканды ақырындап алып тастаймыз. Дәмі өте дәмді болып шығады. Сіздердің мерекелік дастархандарыңыздың сәнін ашады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған арайлым.